Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен красный бархат тортының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Тестасына ешқандай да айран қосылмайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте керемет, жұмсақ, дәмі де ерекше болып шығады. Видеоны жай ғана көріп кетпей, каналға жатылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ал енді красный бархат тортымыздың тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 116 грамм ерітілген сары май керек. 125 грамм сұйық майымызды құямыз. 5 отборный жұмыртқамызды саламыз. Егер де сіздерде сорт 1 немесе 2 болатын болса, 6 жұмыртқа сала беріңіздер. 320 грамм құмшекерімізді де саламыз. Және де 240 грамм сливкиімізді саламыз. Сливки 33%-дан кем болмасын. Красный бархаттың корждарының дәмді болуы және де нәзік, өте керемет болып шығуы осы сливкиге де байланысты. Сондықтан да 33%-дық сливки қолданыңыздар. Ал енді осы сұйық массамызды жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай да миксер пайдаланудың керегі жоқ. Сұйық массамызды дайындап болғаннан кейін, енді құрғақ массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 400 грамм ұн және де 5 чайный ложка толтырмай разрыхитель саламыз. Ал енді 4 ас қасық кукурузный крахмалды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, сұйық массаға саламыз. Құрғақ массамыздың бәрін бірден сала салмай, осылай 2 бөлікке бөліп, салып араластырамыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін үстіне қызыл красителімізді саламыз. Осылай көз өлшеммен сығып сала беріңіздер. Егер де тесталарыңыздың түсі ақшыл қызыл болып қалса, тағы да үстінен красительді қосып жіберсеңіздер бола береді. Көріп тұрғандарыңыздай, мен тағы да қызыл түс қостым. Тортымыздың түсі қанық болу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай, осымен тестамыз дайын болды. Енді формаға құямыз. Менде 24 дециметрлі осындай форма. Ал енді тестамызды 3 бөлікке бөліп құямыз. Алдыңғы 2 бөліктің көлемі бірдей болу керек, және 3-ші бөлік сәл аздау болса да бола береді. Сонда біз тестамызды 3 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Әр коржды 180 градуста алдын ала қыздырылған печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм творожный сыр керек. Отыз 34%-дық 400 грамм сливкиімізді құямыз. Және де 200 грамм құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Естеріңізде болсын, холодильникте 8 сағаттан кем тұрмаған творожный сыр мен сливкиді қолданамыз. Ал енді сіздерге крем жайлы бір ақпаратпен бөлісіп кетейін. Менен көпшілігі сұрап жатады, тортқа істеген кремім тура грамдарымен бірдей етіп салдым, бірақ сұйықтау болып қалды деп. Егер де сіздер күн жылы кезде
Дүкеннен алып келем дегенше творожный сырларыңыз бен сливкиларыңыздың температурасы төмендеп кетеді. Сол үшін қолданардан алдын 8 сағат бұрын холодильникте тұрған сливки мен творожный сырды қолдансаңыздар, кремдеріңіз өте керемет болып шығады. Ал енді көріп тұрғандарыңыздай осымен корждарымыз дайын болды. Бір мен екінші корждарымыздың көлемі бірдей. Осы екі коржымызды теңдей етіп екі бөліктен бөліп аламыз. Сонда бізде 4 корж шықты. Ал енді 5-ші коржымыз сәл пәстеу болғаннан кейін оның беткі жағын ғана кесіп аламыз. Сол беткі жағын блендермен өткізіп, крошка дайындаймыз торттың сыртына сеуіп шығуға. Красный бархатымызда 5 көлемі бірдей корж болады, және 6-шы коржды жаңа айтып кеткендей блендерден өткізіп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, осы 3-ші коржымыздың бетінен сәл ғана осылай аламыз. Енді осыны блендермен ұнтақтап крошка дайындаймыз. Сіздерге тағы да бір айта кететін жайт, осы торттың арасындағы кремді жағу үшін жай ғана қасық немесе лопатканың көмегімен жаға салуға болмайды. Кремге қызыл түсті корждардың ұнтақтары араласып кетеді. Сондықтан да осындай мешоктың көмегімен осылай арасына сығып аласыздар. Видеода толық көрсетілді, асықпай көріп шығыңыздар. Крошкаларды торттың бетіне орналастырып шыққаным видеоға көрінбей қалыпты. Дайын болған тортымызды 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз. 3-4 сағат холодильникте тұрғаннан кейін кесіп ұсына берсеңіздер болады.